Тапқыр қоян ертегісі. Бірде аңдардың патшасы арыстан бәйге жариялапты. Бір қазан суды қайнатып қойып, осы суды кім ішіп қойса, көп сыйлық беремін деген шарт қойыпты. Аңдар бірінен соң бірі келеді. Қанша өжеттенсе де, қайнап тұрған суды ішуге батылдары бармапты. Ең соңында қоян келеді, қып-қызыл шоқта тұрған қазанды көтеріп алып, суды ыстықта ішкенді өте жақсы көремін деп жан-жағына қарайды. Ендеше іше ғой дейді арыстан. Аңдар аң-таң қалыпты. Қоян ұзыннан ұзаққа қатар тізіліп тұрған аңдарды жағалай жүріп, мінекей достарым, мынау ыстық су, көздеріңмен көріңдер деп бас-басына көрсетіп шығады. Қоян аңдарды бастан аяғына дейін аралап шыққанша қазандағы су суып қалады. Ал тапқыр қоян суды басына көтеріп бір-ақ сіміріп алады. Таңданған аңдар ауыздарын ашып қалады. Алданған арыстан қоянға көп сыйлықтар беріп, міне нағыз ер деп